Мына псих иттерді жақсы көргені сонша кәдімгі адамға иттің костюмын кигізіп өзінің иті қылып қойды. Өлә, Диана тағы да бір киноны айтып берші деп комментарий былай тұрсын. Инстаграмға да шығып кеттіңіздер ғой. Мә, ырзамын, қатты ұнапты да, я. Жарайды онда, мына адам ит жайлы киноны бұрында көріп айбей деп қалған едім. Сіздер де қалып кетпей ойбой деп отырыңыздар. Көп созбайық, поехали. Кино Кристиан атты жігіттің тамақ пісіріп жатқанынан басталады. Анау мынау емес, стейк дайындап жатыр. Типа оның шіріген бай екенін көрсету үшін өзіне бөлек тағы бір табаққа бөлек ет салады. Табақтағысы кімге? Әрине оның итіне. Алабайы 4 аяқтап келеді да берген тамақты жей бастайды. Ал еркектің өзі стейк жеп отырып әдемі қыздың фотоларына лайк басып қояды. Маған ұнайтын қыз екен деп ойланып қалады ғой в общем. Кейін ана иттің костюмын шешіп, оны шомылдырады да болған соң қайттан кигізіп тісін тазалап береді. Болды, ұйықта десе иті үндемей кроваттан түсіп полға барып ұйықтайды. Жаңа лайк басқан қызы бар емес па? Соған привет, қалайсың деп жазып өзі де ұйықтап қалады. Азандап тұрып итіне иттің тамағы бар андай магазиндерде сатылатын сондай тамақ береді да, ой, қалай жеп жатыр. Ал өзі болса спортпен айналысады. Соның арасында ана лайк басқан қызбен сөйлесіп, танысып, ақыры екеуі кездесуге шығатын болып келіседі. Итін сипап қояды еще. Біраз уақыт өткен соң қызбен свиданияға шығуға дайындала бастайды. Итінен қалай жақсы көрініп тұрмын ба деп сұрайды. Кафеге бірінші свиданияға келіп пиво ішіп отырған қарасаңыздаршы. Басынан салып қаламыз ба? Қыз ақыры келеді, екеуі жақынырақ танысады, да того сөйлесіп отыра бергені сонша уже кеш болып қалғанын да байқамай қалады. Жігіт давай кеттік менің үйіме дейді. Ей, чувак, сенің үйіңде ит адам жүр, оны өзің прекрасно біліп тұрсың. Неге үйге басқа адамды шақырып тұрсың? Ай, мейлі. Қыз жігіттің дәу үйін көріп, вау, бай, ақшасы көп екен ғой деп ойланып қалады. Екеу вино ішіп отырып, жігіт мен үйде бір өзім тұрамын, жалғызбын, қасымда әшейін итім ғана бар болды деп айтады. Иттің аты Фрэнк Кеслишто. Естеріңізде сақтап қалыңыздар. Фрэнк оларға қайта байқатпай қарап тұрады. Екеуі әбден сөйлесіп, бірінші рет көріссе де жақындасып, құшақтасып, в общем, түсіндіңіздер ғой. Ал оның бәрін Фрэнк қарап, бақылап тұрады. Азанда қыз уылдап тұрған адам итті көріп шошып оянады. Болды, ана қыздың көңіл күйі бәрі быт-шыт болды. Итке қайта қарай беріп не болып жатқанын түсініп те тұрған жоқ. Ал жігіт болса, әй назар аударма, әшейін менің алабайым ғой деп отыра береді. Иә, әшейін алабай. Мынауың болмайды деп қыз қорқып сыртқа қарай қашып шығып кетеді. Саған не болды, ол әшейін ит қой, жаман ойлама деп түсіндіре бастайды ана жігіт. Аха, сен үшін ол әшейін ит. Қыз жоқ, кешір, мен үйде қалғым келмейді, мені апарып тасташы деп тұрып алады. Жолда жігіт итім жайлы алдын ала айтпағаныма кешірші дейді. Қыз үйге келіп подружкасына қара мен бай жігітпен таныстым, мәу деп барлығын айтып мақтана бастайды. Подружкасы болса өлі қой, мынаны қандай болса да жіберіп алмасай, жігітін қыбал. Қара интернетте итак адам типа ит болып оның қылықтарын да жасап, 4 аяқтап жүрген видеолар көп. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ақшасы көп, жігіттен айырылып қалмасай деп ақылын айтады ғой ше. Тура сол кезде жігіт те оған звондап қалады. Кешірім сұрайды, сомен екеуі жарасып алады. Екеуі тағы да кездесіп жігіттің үйіне келеді. Қыз итің жайлы айтып берші деп сұрай бастағанда, Фрэнк негізі менің жақын досым еді. Ата-анасы бірден қайтыс болғанда бейшара енді ит болам деп қалды. Ал мен оған жоқ дей алмадым. Все-таки ата-анаңнан бір күнде айырылу оңай емес қой дейді. Қыз итті сипамақшы болғаны сол еді. Ит ойнаймын деп оған қатты жақындап кетеді. Ал жігіт пошол деп айғайлап итті қуып жібереді. Фрэнк менің жақын досым, кішкентайымнан менімен тек ақшам үшін ғана дос болғысы келетін, ал Фрэнк ондай емес деп, в общем, түсініп тұрсыздар ғой, лапша әліп жатыр. Азанда тұрғанда ит байғұс кеше оған қатты жақындап кеткені үшін кешірім сұрайды. Қыз бен жігіт екеуі жүріп бастап ажырамай қалады. Олар жатқанда да барлығын ит қарап жүре береді. Ит үшеуі қосылып тауға демалуға келеді. Жігіт үйде бір ғана жатын бөлме бар екен. Итіміз енді бізбен бірге ұйықтайды, жарай ма дейді. Ой, қызық, енді басталайын деп тұр. Қыз итпен ойнап енді отырып, ана жігіт кеттім, вино әкелем деп кеткенде, Фрэнк ит тез қыздың қасына келіп, ол негізі жақсы жігіт емес, сен лучше одан қаш деп ескертеді. Қыздың сразу көңіл күйі түсіп, қорқып, давай ұйықтайықшы деп жатып қалады. Қыз азанмен тұрып сыртқа шығайын десе, есік
есік жабық екен. Кілтті іздеп жатқанда артынан жігіт кеп қалады. Не істеп тұрсың десе, әй әшейін далаға шығып таза ауа жұтқым келген, кілт жоқ қой деп қоя салады. Қыздың иттің сөзінен қорқып қалғаны сонша құсып ештеңе жемей қояды. Жігіт қыздың телефонын алып қойған еді. Телефонды берші, өтініш, мамамен сөйлесіп алайыншы дейді. Телефонды мен ұстап тұрам, сөйлесесің де қайттан бересің деп ана еркек тұрып алады ғой. Итті далаға шығарып келмедік па деп сыртқа шыққанда қыз Фрэнктен не болғанын сұрай бастайды. Ол негізі нағыз психопат. Сен оны жуас екен деп ойлама, одан қашу қиын. Бір ғана амалымыз бар, ол ұйықтап жатқанда өлтіруіміз қажет дейді. Үйге қайтып келген соң қыз жастықтың астына пышақты тығып қойғаны сол еді. Ана еркек кеп қалады ғой ше. Ой жаным күнім деп әрең құтылады. Жігіт бері кел, сөйлесуіміз керек дейді. Анау ашулы уже. Қыз өлі пышағымды тауып алды ма, не болды деп ойласа, анау неге төсекті дұрыс жинамағансың деп ұрсады ғой. Мейлі жаным, ештеңе қылмайды деп қызды сүймекші болады, бірақ қыз қатты итеріп жібереді. Бай, ана жігіт ашуланып кете ма десем, үндемей кетіп қала салды ғой. Екеуі ужин жеп отырғанда жігіт ұйқы дәрі салған екен. Ана қыз талып қалады да оянса кроватта жатыр екен. Жаңағы тыққан пышағым қаны деп іздесе, пышақ уже жоқ. Значит, жігіт ит пен қыздың пландары жайлы біледі деген сөз. Иә, шынымен де сонда екен. Ит екеуің мені өлтірмекші болғандарыңды білемін деп пышақты қолына алады. Жүр, мені тыңдамаған итке не болған қара деп клеткада отырған ит Фрэнкке апарады. Менің верный итім деп басын сипап жатқанда ит бірден жігіттің қолын қатты тістеп алады. Аналар төбелесіп жатқанда қыз есікті ашып алып қашып кетеді. Ешә, қыз қашып кетті, сенің кесірің деп итті сүйреп сарайға барып, оны байлап, көзін жұмып қойып әбден қинайды ғой ше. Басын салафанмен орап, ой бейшара ай. Қайттан клеткаға салып аямай ұрып қинайды. Қайттан клеткадан шығарып ұра бастайды. Өлі, мынауың чоза психа. Ужас қой, ужас. Қашып кетуге жол таппаған қыз қолына балта ұстап алып үйге қайтып келеді. Қараса, анау псих әлі итті ұрып жатыр екен. Құлағында наушник тұр, значит мені естпейді деп басына балтамен салып қалады. Жүр кеттік, қашамыз деп итті әкетейін дегені сол еді. Жерде жатқан психымыз оянып қалады да екеуін де ұрып құлатып талдырып тастайды. Уже ертесіне жұмыртқа қуырып, клеткадағы итіне түкіріп береді. Қарны ашқан байғұс жеп алады. Ал басқа бөлмеге кіріп, уже итке айналған қызға тамақ береді. Ана қыз уже қорыққаннан кәдімгі ит сияқты болып кеткен ғой ше. Мә, қараңыздар. Тағы бір табаққа тамақ салып, үйге әкеліп бір клетканың есігін ашады, алайда кім бар екенін көрсетпейді. Сомен кино аяқталады. Значит, ана психтың тағы біреуі бар деген сөз, типа итке айналдырып қойғаны да. Иә, кім мен сияқты ана псих соңында өлетін шығар деп ойлап едім. Кешірім сұраймын. Мен де басында сөйтіп ойлағам. Ана психті өлтіріп, сосын екеуі қашып кететін шығар деп ше. Ну, ладно. Әркім әртүрлі кино жасайды ғой. Так, меніңше осындай әртүрлі қорқынышты кинолар жайлы қысқаша айтып бергенім сіздерге қатты ұнап қалған сияқты, иә? Давайте тез лайк басамыз, көбірек мені қолдап комментарий жазамыз және каналға тіркелеміз. Ал сіздермен болған Диана Q, келесі роликте кездескенше.